Жалғыз ұл жер бауырлап жылап жатыр. Зор даусынан қабырға дірілдеді. Оның айтқан сөздері, жанындағы кейуананың сай-сүйегін сырқыратып, жылаған даусы жан жүйкесін босатты. Ақ бурылшасы орамал астынан дудаланып шығып, иығы шодырайып, қу сүйегі қалған ана отырған орнынан сүйретіліп тұрып, баласының жанына келді. Арбиған саусақтары арық қолымен ұлының ақ бура басын алдына алып құшақтап, маңдайына, желкесіне қарай сипады. Арыстандай ақырып, өгіздей өкіріп жатқан еркек жуасығандай, анасының шодырайған тізесіне басын қойып, манағы сөздерін енді ақырын дауыспен қайталай бастады. Апа, сенің айтқаның келді. Бізді ақшаның кепие тұрды. Қайда барсам да жолым кесіліп, бір жаманшылық өкшелеп қуады да жүреді. Мен Зайнапты өлтірем. Сол бізге осы сұмдықты шақырған. Өлтірем деп ұмтылған баласы енді ана бауырына тартып, құшағына қысты. Оның тарам-тарам болып бетін жуған жасы баласының шашына сіңіп жатты. Қой балам, өзі ақымақ әйеліңді өлтіргенмен іс бітпейді. Оның қайнын мойныңа жүктеп қайтесің, балаларыңның обалына қаласың. Сол балаларым үшін өлтірем кесір қатынды. Ол балаларымның болашағын құртты. Апа, енді олар кедейшілік пен жоқшылықта өтетін болды. Қызымның қайда жоғалып кеткенін кім біледі? Қой балам, әкеңнен құрсақта қалып сен де жетілдің, қатарынан қалмай азамат болдың. Олар да өз күндерін көреді. Маңдайына кедейлік жазылса оны көреді. Ақылдары болса жол тауып жарыққа шығады. Менің жолымның болғыштығына атам мен әжем сенің ақ тілеуің себеп болды. Сенің үлкенді құрметтеп, кішіге ізет жасап, еңбекті қадірлегеніңнен мен осы күнге жеттім. Апа, ана ақымақ қатын не еңбектің, не адамның қадірін білмейді. Келген бақты қуып шығады. Қайтып менің балаларымның жолы болады деп, қу сүйек анасын құшақтаған, алпамсада еркек басын көтере беріп, босаға түбінде сүйеніп тұрған әйелін көре, жын көргендей көтеріліп, өлтірем деп тап берді. Жалмауызға да жан керек, бір әулеттің берекесін кетіріп, бағын қуып, дәулетін қасырған Зайнапхан бір кезде келін боп түскен шаңырағынан аяғына тимей қашып бара жатты. Рашидтің әкесі Емержан егіс басында аударылған трактордың астында қалып мерт болды. Анасы Мервангүл қайғы жұтып, қан құсып жүріп, баласын шала туды. Ата-әжесі жалғыз ұлынан қалған, шала туған нәрестені тұмаққа салып өсіріп, бауырына басты. Арыстай азаматынан айырылса да, артында қалған бөбегінің тілеуін тілеп, сабыр тұтты. 20-дан енді асқан келіндеріне 3 жылдан соң ақ баталарын беріп, әйелі қайтыс болған азаматқа ұзатты. Енді қайтсын? Мервангүл адал сүт емген, ақ бейіл бала ғой. 2 мұңдықты аяп, жалғыз тұяқты бауырларында қалдырды. Құдай салды, біз көндік деген 2 қарт Рашидті көздері жұмылғанша қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Мектеп бітірген соң өзі алғыр бала бірден кеңестік оқу орнына түсіп кетті. Мервангүл ұлы оқуын аяқтағанша ата-енесін өз отбасымен қабатында алып бақты. Дәмі таусылғанда атасын аурулап, о дүниеге аттандырды. Енесін өз анасындай әруақтады. Екінші күйеуінен туған балалары да кемпірдің бауырынан шықпайтын. Осындай мейірімді де, қайырымды әйелге жерлестері құрметпен қалап, қыз келініне үлгі етіп отыратын. Әйелдің басты бір арманы орындалып, Емержанның жалғыз тұяғы келіншек алып, қара шаңырағына ие болды. Сырттай қараған адамға бәрі ойдағыдай, бәрі армандағандай, қандай қиындық болса да, талшыбықтай Мервангүл қайыспай көтеріп келе жатқандай. Соның төзімділігі арқасында ата-енесі, күйеуі, балаларының ойлағандары орындалып, мақсаттарына жетіп жатқандай. Еңбекқор шаңырақтағылар таңның атысына, кім егінге, кім сабаққа, кім қызметке, құмырсқаша жыбырлап кете барады. Күннің батысына бәрі ағаш дарбазаның есігін сықырлатып, кезек-кезегімен қайтадан құмырсқаша отбасыларына оралып жатады. Кешкі ас үстінде әркім күні бойғы тырнағандарын жариялап, тапқан табысының отанасы Мервангүлдің алақанына салып, ертеңгі күннің жоспарын құратын. Осындай шатта шадыман шаңыраққа шынашақтай ғана Зайнапхан деген келін түскеннен
шайқалды. Әулет дада деп құрмет тұтқан Зайыржанның өгей әкелігі бетіне басылды. Қырық құрау болса да Мервангүлдің үлкен жүрегіне сыйып, айрандай үйіп отырғандардың бір-біріне қан жағынан туыстығы жоқтығы әшкере болды. Енді ғана қызметке тұрып, ел аузына ілініп келе жатқан Рашидтің табысы тиыннан кейін саналып, оның көп аузында кетіп жатқаны айқындалды. Ақыр соңында ұлын құшақтап, ұйғырша айтқанда жамандап жас келін төркініне тартып отырды. Артынан барған күйеуіне жеке үйге бөлініп шықпаса ажырасатынын мәлімдеді. Анасының да көңілін қимай, жарының да көңілін қимай, басы бұлғаңдап жүрген жігітті енесі үйге кіргізбей қойды. Жалғыздықта қалған қу жалғызының жасып жүргенін көрген Хелча момайдың қаны көтеріліп, аяғы қайтпас сапарға аттандырды. Ақырында шынашақтай келін жеңіп, Зайыржан мен Мервангүл бар жиған тергенімен Жаркенттен Рашидке үй сатып алып берді. Сайнапханның арманы орындалып, отау болып шықты. Рашид аудандық сауда басқармасында бас маман болып қызметін атқарып жүрді. Аудан көлеміндегі асханалар, азық-түлік дүкендері мен сауда-саттық орындарының бәріне кезекпен барып, кіріс шығыстарын тексеріп, іс қағаздарын қопарыстырып қайтады. Жалғыз жүрмейді, орынбасарымен не бөлім бастықтарымен бірге іс сапарға шығады. Олар келе жатыр дегенді естігеннен мекеме басшылары мен қызметкерлерінен ес кетеді. Ішпей жемей қанша қатып қалған есепші болса да, тексерушілер бір ши шығарады. Тексерістің соңы ревизорларды риза етіп, көліктермен жеткізіп салуға ұласады ғой. Үйлеріне алып келгенде қап пен күріш, қант, қымбат ішімдіктерге дейін сәлем сауқатымен қосып, үйіне кіргізіп қоштасады. Айлығы майлығына, майлығы шайлығына ұласып, Рашидтің отбасы қоңдана бастады. Зайнапқан өз билігі өзіне тиген ханшайымға бір ұл бір қыздың анасына айналды. Ішкен алдында, ішпеген артында, өзінен артылғанын төркініне тасиды. Зайнапқан үшін осы алғып-салғып, шашып-төгіп жүргені бақыт. Рашид табысын үйге алып келеді. Одан ары ол қайда кетіп жатыр? Өзінің бауырлары мен анасына бірдеңе тиіп жатыр ма, жоқ па, жұмысы жоқ. Таңертең асығып қызметіне кетеді, кешке қарай балаларын сағынып, асығып үйіне келеді. Рашид үшін осы тынымы жоқ, табысы көп еңбегі бақыт. Мервангүл де келіні мен баласының өсіп-өніп отырғанына риза. Жасында сүйіп қосылған Емиржанның жалғыз тұяғының абыройы төсіп, түтінінің жалғасып отырғанына шүкіршілік етеді. Өзінің бауырындағы жамандар да адам болып келеді. Зайыржанның қаракетпені мен Айдаралының ақ топырағы аман болсын, бау-бақшасы жылда жайқалып, табысы шаш етектен болары сөзсіз. Күйеуі еңбегін еміп, маңдай теріне сенген азамат. Күн ұясына отыра кетпеннен көлденеңдей тақымына басып, көкесегіне мініп, қырдан құлдилап келе жатқанын таниды. Тамның төбесінен түсе сала, құмыраға құйған суысының қолтығына қысып, құстай ұшып алдынан шығады. Жақындағаннан күйеуінің Анархан «Женим татлиқ ярай» деп әндетіп келе жатқанын естиді. Екеуі мәз болып бір-біріне қарай күлімдеп келе жатады. Сусының қос қолымен көтере сіміріп алған еркек басына байлаған шаршыны шешіп алып, терін сүртеді. Келіншек көкесектің шылбырын қолына алып, жетелеп, үйге баратын жолда түседі. Ерлі-зайыпты екеуі туған жердің жусаны бұрқыраған хош иісті ауасын рахаттана жұтып үйлеріне келе жатады. Мервангүл мен Зайыржан үшін осы жүрістері бақыт. Жазиралы Жаркет өңір туралы әңгіме қозғалса, алдымен кең байтақ қазақ жерінің алып та көне Қытай мемлекетімен шектескен шекаралы аймағы көзге елестейді. Қорғас өзені арқылы көне көршімізбен иық тіресіп, елдің бас қақпасы Қорғас кеденімен тұғырланып жатқан ауданда әркім өз бақытымен сусындап жүрген 80-ші жылдардың соңында елде экономикалық тоқырау пайда болды. Дүкен сөрелері бос қалды. Отбасындағы адам санына орай картішкемен азық-түлік берілетін кездер басталды. Грамдап құмшекер, литрлап май үшін кезекте тұрғандарын көргенде жаның құлазиды. 15 республиканың басын құрап тұрған алып держава тарап,
15 тәуелсіз елге айналды. Азаттық алған алғашқы жылдарғы ең үлкен қиыншылықтар халықтың тұрмысы мен көңіл күйіне тікелей қатынасы бар экономика саласында туды. Бағаны шектемей тізгінін ағытып жіберді. Әрбір заттың бағасы 10-100 еселеп өсті. Экономика саласындағы реформалардың алғашқы жылдардағы көрінісі осылай болды. Нарық жүйесі жұмыссыздық, ақшаның құнсыздануы, инфляция дегендей өз қиындықтарымен келді. Осы жағдай алдымен Рашидтің замандастарының басына туып, солар жұмыссыз қала бастады. Біраз сандалып қалған жұрт саудаға бас қойды. Жаркенттің Қытаймен шекаралас болуының тұрғылықты халыққа пайдасы осы кезде болды. Делдалдар екі араны жолға айналдырып, ала қаптарын арқалап, арғы жақтың сапалы сапасыз тауарларын бері қарай таси бастады. Сатылатын затқа өтуіне қарай өз қалауларынша баға қойды. Келе-келе қаптап тасығаннан көліктеп тасуға көшті. Қаншалықты өткізсе, соншалықты пайдасы да көбейді. Рашид Зайнапқан екеуі де ел қатарлы екі жақтап саудаға кірісіп кетті. Делдалдармен байланысын орнатып, Алматыға қарай да тауар арттырып жүрді. Жаркенттің ортасынан арт-артынан жалға алып, дүкен ашып, үйлеріне ақша судай ақты. Шешесі алып берген үйді сатып, орталықтан әулі жайы кең, қос қабатты үйге қолдары жетті. Үйге де, дүкенге де қызметшілер жалдап, құл иеленуші болып шыға келді. Азаттықтың алғашқы кезеңінде бөлініп шыққан республикалардың бәрі де орыс сомына тәуелді болды. Тоқырау жылдарында халыққа зейнетақы, айлық тауып беруді рубльге, тәуелділікке елге көп қиындық әкелді. Тәуелсіз мемлекет болғанның бір белгісі өз ақшасын айналымға шығару еді. Содан жас мемлекеттердің әрқайсысы өз ақшасын енгізуге тырысты. Рашидтің дүкенінің сатушылары мен алып сатарлары Зайнапқанға тиынына дейін санап есеп беріп тұратын. Ақша ауысқанда бір сомдық сары құлақтар ауыстыруға үлгермей қалды. Жиыстыра келгенде желім қалтамен бірінді болды. Енді оның құны жоғына жыны ұстаған әйел сол қалтасымен сырттағы дәретханаға барып қойды. Оны бірінші көрген аула сыпырушы әйел сары құлақтарды қолына ұстап тұрып қайран қалды. Дәретханаға байқамай қалтамен шығарып жібердім екен деп ойлап, үй иесіне жүгіріп келді қалтаны құшақтап. Үй иесі, мына ақшаның қалғаны біреу дәретханаға ұмытып кетіпті деп, күңінің қолындағы таныс ала қалтаны көрген келіншек жұлынып, аяғының басына түскен жібек халатына сүрініп қабынып жанына жетіп келді де, немене жаңалық ашқандай болып тұрсың, ақша ауысып, бір сомның арт сүртетін қағазға да жарамай қалғанын естімедің бе? Апар қайтадан, ең болмаса дәретханаға жетіне жарасын деп, қолынан жұлып алып, дәретхана жаққа қарай лақтырып жіберді. Бейшара аула сыпырушы не десін? Тоңқаңдап жүріп, шашылған сары құлақтарды қайта жинап, қалтаға салып дәретханаға алып бара жатты. Миллиондаған халықтың маңдай терімен суарылған сомның құны кеткенде, кепиетінен қорықпай, дәретханаға тастаған кесір қатын түк болмағандай баспалдаққа керіліп, көшеге қарады. Дәретханаға қойғанымен ешкімнің оны пайдалануға қолы бармай, сол қалпында аузы ашық қалтадан көзді тартып қайран ақша бұрышта тұрды. Рашид Алматыдан саудасының есебін алып қайтарда жолай Айдаралыға соғып, анасын ала келді. Баласының үйі тура қаладағыдай дәретханасы, жуынатын, шайынатын орындар ішінде болғанымен, қартаң әйел өзі үйренген сырттағы дәретханаға шығатын. Бұрышта тұрған ала қалтаны, оның ашық аузынан қылтиып тұрған сары құлақ бір сомдықтарды көрген әйел алғашында өз көзіне өзі сенбеді. Суретін салған қағаз ба деп ойлады. Қолына алып, сытырлатып ұстап көрді. О, тоба, ақша. Кәдімгі бір кезде біреулер зар болған, біреулердің маңдай терінің өтеміне төленген ақша, біреулер үшін, осы ақша үшін соғысып, қан төгіліп, адам өлген қасиетті ақша. Оны кім дәретханаға қойып қойған? Дорбаның ішіне қолын салып, ары-бері қопарылыстырып көрді. Бәрі сары құлақ, сатырлаған бір сомдық. Ескеп көрді. Адамдардың терісі сіңген кәдімгі ақша. Мына сұмдықтан шошыған ана, бисмилля деп, дорбаның аузын жинақтап, қолтығына қысып, сыртқа шығып жан-жағына қарады. Ана жерде аула сыпырушы әйел гүлдерді суарып тұр еді.
Әй қатын, деді қолын бұлғап шақырып. Ол шашыратып тұрған суын тоқтата сала жанына жүгіріп келді. Амансың ба? Жақсымысыз апа? Сен осы үйдің қызметшісің бе? Иә. Мына дәретханаға сен қарайсың ба? Иә. Мына ақшаны біреу дәретханаға қалдырып кеткен бе? Мен де сондай ойлап үй иесіне алып бармын. Ол қазір құны жоқ деп қайтып апарғызып қойды ғой деп бейшара жер шығып тұр көзімен. Ашу болған Мервангүл қалтаны қолтықтаған күйі балалары демалып отырған қонақ бөлмеге бірақ кірді. Жол соққан ұлы диванда шалқасынан жан шақырып жатыр. Келіні дударбас біреуге аяғының тырнағын сыр жақтырып отыр. Немерелері келесі бөлме телевизор көріп жатқандай. Есіктен алқына кірген ана есік түбінде осы көріністерге қарап тұрды. Оны ешкім байқайтын емес. Өзінше алқып-шалқып жатқан бір өмір. Есіктен бір қадам аттады да айғай салды. Әй Зайнап, сен бе мына сұмдықты істеген деп шаңқылдаған әйел даусынан шошып кеткен бояушы қыз сырын төгіп алды еденге. Көзін жұмып демалып жатқан еркек басын жастықтан жұлып алып есікке қарады. Бұл күнде толыса бастаған Зайнаптың өз отырған жерінен атып тұрды. Арғы бөлмеден немере қыз жүгіріп келіп, не болып қалды дегенде есіктен еліктей елеңдеп қарап қалды. Мынау не деп ала дорбаны бөлменің ортасына лақтырып жіберді. Еденде сарғұлақтар ақтарылып жатты. Таныс ала дорба мен таныс сарғұлақ бір сомдықтар тақ алдынан шыққанға келіншектің жыны келіп, не бопты деп енесінің бетінен ала қарсы шаңқ етті. Найсап, саған әке шешең ақшаның еңбекпен келетінін үйретпеді ме? Өзіңде соның бағасын білетіндей болдың ғой. Ақшаның кепиеті астың кепиетімен бірдей. Кесірлік көрсеткендерді оның кепиеті ұрып, аштықта бұралып жатқандарын көргенбіз. Ақшаны, асты қорлағанның неше түрін көріп едік, естіп өстік. Дәл мынандай сұмдық тұңғыш рет көруім. Шыққыр көзім не көрді ойбай. Ақыры жақсы болар деп ойбайлап, ана орамалын басынан жұлып алып, бетінен аққан тарам-тарам жасын сүртіп, еденге жалп етіп отыра кетті. Әйелдердің ащы даусынан шошып оянған Рашид денесін көтеріп, аяғын салбыратып диванда отыр. Екі көз ортада жатқан алақаптан шашылған ақшаларда. Түк түсінсе бұйырмасын. Анасы енді ұлына қаратып, ай көксоққан, сен қайда қарап жүрсің? Маңдай теріңді кесірі қатынға дәретханаға тастатқызып, көрде тұр, осының түбі жақсы болмайды. Сендерді ақшаның кепиеті ұрады деп ала көзімен ата қарады. Апа, не болды? Бұл не қылған ақша, дейді ұлы. Ана кесапатыңнан сұра. Ой апа, не бопты сонша? Енді бұл ақшаларды ешкім алмайды. Бекер қалған соң дәретханаға апарып қойғанмын. Ендеше өртеп жіберіңіз деп енесіне қарап бажырайды келіні. Сонда барып бірдеңенің мәнін ұққандай болған Рашид орнынан тұрып, ортада ақтарылып жатқан бір сомдықтарды сатырлатып уыстап ұстады. Немене, сен мыналарды дәретханаға қойғанбысың деп әйеліне тап берді. Толық адам қайдан қашып үлгерсін? Күйеуі шашынан шап берді. Басын өзіне қаратып алып, бетіне былш түкірді. Есікке қарай итеріп жіберді. Әйелі өзіне қарап бажылдап бірдеңе деп еді, май құйрығынан бір-ақ тепті де далаға атып шықты. Ананың айтқаны келді ме, ақшаның кепиеті тұрды ма? Содан көп ұзамай Рашидтің тіршілігі шатқаяқтады. Жалға алып ашқан дүкендерінің иелері уәделерінен айнып, олардан қымбат төлейтіндерге бет бұрып кетті. Алматыдағы тауар алатындары бұлардан гөрі арзан өткізетіндермен байланыса бастады. Нарық пен бәсекеге шыдамай, басындағы хан сарайды сатып, шағындау үйге көшті. Ұлы құмар ойынына әуес болып, жаман топқа еніп кетті. Соны ортасына бөлу үшін Алматыға көшті. Үлкен қалаға қайдан дайын тұрған жұмыс болсын, пәтер жалдап, базарға шығып сауда жасап көріп еді. Зайнапқан қатарлас тұрған әйелдермен ұрсып қоймады. Көп ұзамай саудагерлер жабылып, Зайнапқанды тауарымызды ұрлады деп жала жауып, орталарынан айдап, полицияға ұстатты. Қолында қалған тиын тебенін ісін қараған полицияға беріп, әрең құтылды. Сандалып жүріп екеуі қала ортасындағы бір кафеге жұмысқа тұрды. Иесі жап-жас қыз. Өз үйінде тамақ жасамайтын Зайнапқан аспаздың көмекшісі болып, Рашид жас қыздың көлігін жүргізуші болды. Екеуіне тұратын да бөлмеде берді. Базарда басына тиді ме, мұндай әйелі ешкіммен ұрыспай тыныш жүрді. Шешесіне тартып, дүние қоңыздау болып өскен қызы оқудан шығып қалды.
күндердің күнінде жоғалып кетті. Рашидтің бармаған жері, бермеген хабарламасы жоқ. Қызды көрдім деген пенде жоқ. Сайнапханның зар жылағанда етегі толды. Бірде кафенің иесі болып жүрген жас қызға жылап отырып басынан өткендерін айтып берді. Енесінің ақшаның кепие тұрады дегенін де жасырмады. Қолыңда барды бағаламасаң, тақыр кедей болып қалуың оңай екен дейді. Ақыл айтқандай. Бір кезде күң ұстап жүрген келіншектің енді көзі күнге айналып, қызының үшті күйлі жоғалып кеткенін аяған қыз оларға жақсы қарап жүреді. Жақсы істеп жүр ғой деп, Сайнапханды бас аспаздыққа көтереді. Бір сырласып отырғанда жас қыз Астанада қызмет істеп, балаларына осындай жағдай жасап беріп отырған өз анасына аспазының сырын айтады. Ондағы ойы осы барымызды қанағат етіп, еңбектің бағасын біліп келеміз дегенді ұқтырғысы келіп еді. Анасы қызының әңгімесін тыңдап болып, балам, ол әйелді ертеңнен қалдырмай жұмыстан шығарып жібер, әйтпесе кесірі бізге тиеді деді. Неге апа, Зайнап тәте бұл күнде сол істегендеріне өкінеді, түзеліп келеді деп араша түсті. Жоқ балам, оны Құдай ғана түзейді. Менің әкем де ақшаның қасиеті болады. Ол маңдай термен өлшенеді деп отыратын. Қолыңа тиген ақшаны құрметтеп, дүкенге қайтарғанда тиынын санап ал. Жерде жатқан бір тиынды да көтер деп үйреткен. Сондай қасиетті нәрсені дәретханаға қойды дегенді осынша кітап оқып, осынша адамдардан әңгімелер тыңдап жүріп естімеппін. Оларды ақшаның қарғысы атқан шығар шынында. Аулақ жүр шырағым деп шошып кетті. Әке шешенің айтқанын екетпей өскен бала ертеңіне-ақ Рашид пен Зайнапханмен есеп айырысты. Соңғы 1-2 жылда осы кафеге келіп, естерін жинап қалған ерлі-зайыпты тағы далада қалып, қайтадан жұмыс іздеп жолға шықты.